Сәлем достым, кереметтей нұр арнасына қош келдің. Бүгін біз саған Instagram желісінен бір ерекше орын алған GIF жайлы сөйлесейін деп тұрық. Ағылшынша giveaway. GIF дегеніміз спонсорлардың арқасында атақты блогерлар белгілі бір сыйлықтар ойнатып, жаңағы спонсорларға подписчик жинап беру арқылы конкурстың жеңімпазын анықтап, оларға сыйлық береді. Бірақ та ол сыйлық шынымен беріле ме, жеңімпаз шынында бар ма, подписчиктар шын ба, барлығын қазір сіздерге барлық шындықты осы видеода айтатын болам. Сіздер қатысып жүрген конкурстар, танымал блогерларды гифтары, барлығы шын ба, өтірік па, қазір сіздерге айтатын боламыз. Мен осыдан бір 15-20 күн бұрын Нұрдәулеттің атынан болған гифке қатыстым. Ол былай аталады, Нұрдәулет именной гиф. Енді рекламада өздеріңізде көрген шығарсыздар, ойнатылып жатқан заттарында мен білмейді екен, бірақ сонда да қатыстым. Не үшін қатыстым дейсіздер? Мен негізі бұрында білетім, гиф шын өтірік екенін, бірақ мен 100% анық енді екі рет қатыспайын деген үмітпен осы гифке қатыстым. Нұрдәулеттің гифін ешқандай өтірік жоқ. Мен қазір сіздерге барлық шындықты айтып берем. Қалай болған, поэтапна не болған, қандай подвохтар болды, барлығын сіздерге қазір айтып берем. Біріншіден, мен Нұрдәулеттің гиф ойнатқан кезде Нұрдәулеттің гифін мен 27 мыңға сатып алдым. Және де оны кімдер ұйымдастырды? Біріншіден, оны Нұрдәулеттің өзі ұйымдастырмаған. Және Нұрдәулет қалай болып жатқанын да білмейтін де шығар. Негізі шын мәнісінде оны негізі ұйымдастырып жатқан Эльмира деген атты бір өзіміздің қазақтың қызы. Және де ода қандай ой бар екенін мен білмеймін, бірақ оған мен ешқандай наразылығым жоқ. Өйткені мен ақшасын оған бердім. Эльмира ханыммен тікелей жұмыс істедім. Өйткені Нұрдәулеттің өзі сол Эльмира ханымның номерін қалдырған. Эльмира ханымға мен жаздым, және де ол айтты маған 30 мың теңге деп, бірақ мен скидка сұрадым одан. Ол скидка сұрағанда ол маған 27 мың теңге деп айтты. Мен 27 мың теңгесін бердім, және де олардың айтуы бойынша мен 27 мың теңге берсем, маған гарантия 20 мың, 25 мың подписчик жиналады. Менің инстаграмда сол уақытта шынайы подписчиктар мен накрутка жасамаған 2000-3000 мың подписчигім болды. Және де мен сол гифқа қатыстым. Және де олар мені WhatsApp-қа лақтырды. WhatsApp-та тек қана админ жазалады. Бұл жерде уже бірінші подвох, достар. Тек қана админ ғана жазалады. Олардың қателігі. Және де ешқандай басқа адамдар жаза алмайды. Тек қана админ мынандай гиф болады деп мені Нұрдәулеттің болатын WhatsApp-ында жаңағы Эльмира ханым гифқа қосты. Ол жерде гифқа мен қатысқан кезде 169 адам отырды. Яғни спонсор болып, достар, 169 адам қатысты. Және де ол группаға жаңағы админнің өзі ғана жазылады. Кім группаны ашты, сол ғана адам жазылады. Басқа адамдар жаза алмайды. Бұл тағы бір, достар, құйтырқы әрекет десем де болады. Яғни сенбеуге әкелетін олардың тағы бір қателіктері. Және де мен басқа адамдармен сөйлесу барысында мен жаңа қатысушылардың номерін тауып алдым да басқа адамдармен сөйлестім. Және де әр адам әртүрлі сумма берген спонсор болуға. Мысалы біреу 50 мың берген, мысалы біреу 30 мың берген, мысалы біреу 25 мың берген, мысалы біреу 20 мың берген, мысалы біреу 100 мың берген жаңағы спонсорға. Бірақ бәріміз бір конкурс, бір гифқа қатысып жатық, бірақ барлығымыз басқа әртүрлі ақша бергенбіз. Бұл тағы бір қызық жайт. Және де бізге жаңа группада айтты, мынандай күні Нұрдәулеттің атынан гиф болады деді. Және подпискаларыңыз тексеріңіздер деді. Және де айтарым, бұл спонсорлар қалай ақша табады? Спонсорлар қалай гифті ұйымдастырады? Бір подписчиктар көп блогерларды тауып алады да, және олармен тікелей сөйлеседі. Тікелей сөйлесіп, оларға да қомақты қаржы береміз деп айтады. Әрине, блогерға ол ауадан келіп жатқан ақша сияқты ол келіседі. Өйткені мысалы мен жаңа айта кеткенімде, қазір сіздермен бірге есептейік, жаңа айта кеткенімде қараңыздар. 169 мың мен группаға қатысқан кезде мен білмеймін нақты несі ма, бірақ мен көрген адам 169 мың адам қатысты WhatsApp-тан, бірақ одан да көп шығар. Және де олар орташа есеппен 30 мыңнан лақтырса 5 миллион болады.
бірақ олардың ойнатып жатқан заттары 5 миллионға жетпейді, 1 миллионға да жетпейді. Олардың ойнатып жатқан заттары бір чемодан и ұсталынған Apple Watch ойнатып жатты. Олар 1 миллионға да жетпейді ойнатылып жатқан заттар. Және де есептей келе олар 5 миллионнан асып кетті, бір сөзбен айтқанда. Яғни спонсор өзіне пайдасы 2 миллион, блогерге беретін, мен орташа есеппен есептеп тұрмын, беретін 2 миллион. Және де арада егер де сыйлық берілетін болса, егер де берілмеуі де мүмкін көп жағдайда. Қазір оны келесіде айта кетеміз. 1 миллионын сыйлық ретінде жаңағы адамдарға береді. Бірақ көп жағдайларда мен көп гифтардың комментарияларын оқу барысында мен ешқандай адамның жеңгенін, бір шынайы қуанғанын, шын мәнісінде жеңіп комментария қалдырғанын мен көрмедім. Яғни айтуым бойынша оған признактар көп, ол адамның туысқаны болуы мүмкін, көп деген енді ақпараттар өте көп. Және де менің көруім бойынша бір гиф ойнатылса, оның астына 500 мың комментария: мен ұтпадым, мен қашан ұтамын, мен уже сіздерге 100 сюжет қатысып жатырмын ғой, мен неге ұтпаймын. Барлығы қатысады, бірақ ұтатын адам жоқ. Барлығы ұтатын адам жоқ. Әйтеуір ең соңында біреу ұтып шығады оны. Кім ұтып жатыр, ақша қайда кетіп жатыр, беймәлім достар. Жайт қайттан жаңаға оралайық. WhatsApp енді жабық болды. Одан кейін болатын күн басталды. Гиф өтті. Менің өзімнің шынайы подписчиктарым 3000, 2000, шатаспасам 3000, 2000 қойдым. Мен оған байқамадым да. 3000, 2000 адам болды, мен оған қарамадым да. Менің негізі тікелей эфирлерім 500 адам, 600 адам, 1000 адам. Потологы негізі 1000 адамға шейін ғана көріледі. Гиф өтті. 2 күн болды қойдым. Қанша күн болғанын да білмеймін, бірақ маған подписчик 2 күнде жиналды. Бірінші күні менде подписчик 18 мың болды, екінші күні менде подписчик 24 мың, 25 мың подписчик жиналды. 2-ақ күнде 3 мыңнан 25 мың подписчикқа шейін жиналды. Бұл өте тез көрсеткіш. Бірақ қуанғанымша болған жоқ достар. Бұл гифтің бір сөзбен айтқанда беті ашылды. Мен сол гифті алғаннан кейін, бұл енді сенімді гифт деп мен де ойладым, өйткені Нұрдәулет жүргізіп жатқаннан кейін өзінің енді контентін құртпайтын шығар деген ойда мен оныкін алдым. Иә. Ал Эльмира ханымның айтуы бойынша енді гарантия деп маған айтты, ол өз сөзінде тұрды. Бірақ сонда да мен история салдым, әдейі оны тексеру үшін. Бірақ менің историяларым түк өзгеріссіз. Сол баяғы 500 адам, 600 адам, 1000 адам ғана көреді менің историямды. Бір сөзбен айтқанда менің қай подписчиктарым болды, сол подписчиктарым қалды. Бірақ шын мәнісінде менің подписчигім 25 мың. Бір видео салам, менің лайктарым 200-100, просмотрларымда 1000 просмотр ғана потологы. Лентаға салсам, историяға салсам да сол баяғы қалды. Және де мен подпискаларымды барлығын қарап шығам, листать етіп, бүкіл подписчиктарым менің қарап отсам боттар. Оны мен бот екенін қалай білдім дейсіздер ғой. Барлығында фото жоқ, фото болса, барлығында конкурстардың фотосы, және де ешқайсы не активный. Яғни егерде өзіңізде гиф алып қарасаңыз болады, бірақ менің ойымша осыдан тоқтату керек сияқты. Гифке қатыспай қойсаңыз да болады. Менің ойымша, мен басқа спонсорларды қарасам, негізі спонсорлар болып көбінесе магазиндер қатысады екен. Киім сататын магазиндер, брендтар, Adidas, солар қатысады. Оларға бәрібір, оларға сан болса болды. Ал маған сан емес, маған сапасы маңызды. Мен ондай сан ретінде алған жоқ, мен сапасы ретінде алғандықтан, және де мен білдім ол гифтің өтірік екенін, бірақ 100% жаңа айта кеткенде 100% көз жеткізу үшін осы гифті мен сіздермен бірге, енді сіздер осы гифті мен әдейі көрдім. Подписка барлығы енді бот болғандықтан өзімнің жаңағы жазылған подписчиктарымнан ешқандай активность көрген жоқпын. Бір сөзбен айтқанда, ешқандай активность жоқ. Одан кейін екінші күні қалай болды? Екінші күні енді барлық WhatsApp группасына жаңа жерде айтты, Нұрдәулеттің жаңағы атына аталған гиф аяқталды. Барлықтарына қатысқандарыңа рахмет. Анау-мынау барлығын жазып бітті жаңағы Эльмира ханым. Жарайды, барлығы енді группадан шықты. Эльмира ханымның менен номер сақталып қалды. Ол күнде әр блогер әр апта сайын гиф ойнатады достар. Сіздерге айтарым, ол гифтарға қатыспаңыздар.
біреудің құрыққа түсіп жүрген балығы болып жүрміз достар. Бір сөзбен айтқанда, жаңағы гифқа қатысып біткеннен кейін бір күн өтті. Менің 25 мың подписчигім 24 мың подписчикке түсіп қалды. Сонда бір күнде менен 1000 адам қайтадан отписка жасады достар. Мен барлығын қараймын, подпискаларымды қараймын, барлық боттар әлі тұр. Ешқандай активность жоқ. Мен және де күніне 5-6 стористі салып жаттым. Стористарым сол баяғы охваттарымен қалды, мертвый. Инстаграмның лента салам, ленталардың бәрі мертвый. Яғни менің подписчиктарым бәрі өлі. Бір сөзбен айтқанда. 4 күн өтті, менің подписчик саным 20 мыңға жетті. 5 күн өтті, менің подписчигім саны 19 мыңға жетті. Сонда менде 4 күнде 5000 подписчик отписка жасады. Бір сөзбен айтқанда күніне орташа есеппен 1500 адам менен отписка жасап отырды. Бұл өте төмен көрсеткіш. Енді тура қазір дәл осы уақытта менің қазір қарайын сіздерге. Тура қазір менің подписчик саным 18300 подписчигім бар. Бірақ ол әлі азаюда. Күннен күнге әр секунд, әр минутта менің подписчиктарым азаюда. Яғни менің активный подписчиктарым өздері қалды да мені танитындар, ал қалғандары отписка жасап жатыр. Осыдан енді бірден түсінуге болады достар, гифқа қатысуға болмайтынын. Біреуге ақша бергенге ғана қоймай, олар сізді алдауда. Яғни өтірік боттарға сізге накрутка жасап беруде. Саны бар, сапасы жоқ, бір сөзбен айтқанда. Және де енді мен осы Инстаграмда енді қолданбайтын боламын достар. Бұл Инстаграмды неге мен қолданбаймын? Инстаграм ол ақылды жүйе болғандықтан бірден түсінеді. Және де бір айтарым, Инстаграм гифті ұнатпайды. Инстаграм гифті ұнатпағандықтан ол блогерді ол біріншіден банға жіберуі мүмкін, немесе заблокировать етіп тастауы мүмкін. Сондықтан сіз өзіңіздің аккаунтыңыздан айырылып қалуыңыз мүмкін. Енді мен неге на страницамды қолданбаймын? Бұл страницамды енді мен қолданбау себебім, өйткені мен бұл страницама енді гиф арқылы подписчик жинағандықтан менің өзімнің подписчиктарым, шынайы подписчиктарым 2000-3000 ғана. Ал 25 мың подписчикқа шейін мен гиф арқылы жеттім. Яғни Инстаграмның алгоритмі былай болады. Мына адамда 25 мың подписчик бар, 18 мың подписчик бар, бірақ оның историялары көрсеткіші өте төмен, ленталарында көрсеткіші өте төмен дейді, мені құздың түбіне лақтырады. Бір сөзбен айтқанда, мен жасаған, мен шығарып жатқан ленталарды ол ойлайды, адамдарға қызықсыз екен. Ешқандай адам лайк баспайды, 25 мың подписчигі бар, значит бұның ленталары қызықсыз дейді, мені төменге түсіре береді. Және де менің ленталарым мен историяларымды интересный рекомендациядан көру мүмкін болмай қалады. Сондықтан мен енді бұл Инстаграмды өшіріп, басқа Инстаграм ашатын болам. Міне менің жаңа Инстаграмым. Мен енді бұл жерге шынайы подписчиктар жинайтын боламын. Сіздерге айтарым, ешқандай гифқа сенбеңіздер. Гиф өтірік. Сыйлықтар бар, бірақ сыйлықты кім алып жатқанын білмеймін. Подписчиктар бар, бірақ подписчиктар шын емес. Саны бар, сапасы жоқ. Енді қорытындылай келейік. Инстаграмда егер де сіздер шынайы подписчик жинағыларыңыз келсе, енді гифқа қатыспауларыңыз өздеріңіз білесіздер. Мен сіздерді қинамаймын, бірақ менің басымнан өткен шынайы жайтты мен сіздерге айтып тұрмын тура қазір. Сенбесеңіздер, енді өздеріңіз қатысасыздар, бірақ бос ақшаларыңызды құртасыздар біріншіден. Және де өзіңіздің Инстаграмыңыздың активностін төмендетесіз. Және де сіздің Инстаграмыңыз бір сөзбен айтқанда тірі өлік болады. Яғни Инстаграмыңыз бар, бірақ сіздің видеоларыңыз, ленталарыңыз интересныйға шықпайтын болады. Өйткені сіздің подписчиктарыңыз бәрі бот. Менің ойымша дұрыс реклама жасау Инстаграмда егер де сізде ақшаңызды бос құртқыңыз келмесе, ол блогердің өзімен тікелей реклама жасау. Яғни ол сторисын отметка жасау, немесе лентасын отметка жасау. Әрине бұл қымбат, бірақ гифқа қарағанда сол жақсы. Ал гифқа қатысатын адамдар бір сөзбен айтқанда одни и те же лица. Adidas, бренд, сол баяғы қатысатын адамдар, оларға бәрібір. Ал сізге блогер болсаңыз, немесе бір жақсы сапада бір подписчиктар керек болса, сізге қажет емес. Бір сөзбен айтқанда мен кеңес бермеймін. Міне осылай мен Нұрдәулеттің гифіне қатысып ешқандай результат, ешқандай нәтиже ала алмадым. Өзімнің айтуым, бұрынғы ойлауым бойынша енді менің 100% көзім жетті, гиф өтірік екені. Сіздерге де айтарым, қазағым, достарым, бауырларым, гифқа қатыспай қойыңыздар. Босқа ақшаларыңызды құртасыздар, бірақ
Енді кейбір адамдар бар ғой, қатысам дейтін, қатысыңыздар, бірақ ең соңында түсінесіздер, оның ешқандай плюсы жоқ, толып тұрған минус. Аяғына шейін видеоны көргеніңе рахмет, каналға жазылып қоңырауды басып кетсең рахмет. Сау бол.